Бейкүнә сәбидің киесі 2 бөлім. Жүктілігімді ешкімге айта алмай көп қиналдым. Бұрын үйленген болса да Дәуренді қатты сүйдім. Жүрегім жарылып кетердей ауырды. Әрі ішімдегі бейкүнә сәбиді де қимаймын. Менің сырымды білетін әпкем екеуміз дәрігерге барып баланы алдыртып тастадық. Содан кейін менің өмірімнің мән-мағынасы жоқ күндері өте берді. Дәурен мен менің анам тынышталғансын қайта кездестік. Өйткені мен онсыз өмір сүре алмайтынмын. Шыны керек, қатты сүйгендіктен Дәуреннің үйленгеніне де көз жұмып қарадым. Екеуміз бір-бірімізді шын сүйдік. Бұл ғашықтық дертінен айыға алмадым. Дәурен өз отбасына қосылмайтынын, тек менімен болатынын айтты. Арада 2 жыл өтіп, мені үйіне келін етіп алып барды. Бәрі қарсы болғанымен артынан басылып той болды. Екеуміз бақытты болдық. Менің тағы аяғым ауырып бала көтердім. Айым күнім жетпей, қыз баланы шала босанып, ауруханада көп жаттым. Бір кездегі бейкүнә сәбиімнің киесі ме? Нәрестем көп ұзамай шетінеп кетті. Мен тағы күйзеліске түстім. Бұл отбасы басында мені жақтырмаған. Енем келген күннен бастап Дәурен екеуміздің арамызға от салып отырады. Әпкелері де тұрмыс құрмаған. Бәріміз бір үйде тұрамыз. Мен оқуымның 3 курсын осы қалаға ауыстырдым. Күндіз оқудан келе сала бар тірлікті жасасам да ешкімге жақпаймын. Бұл үйдің берекеті жоқ. Күндегі ұрыс Дәурен екеумізге кері әсерін тигізбей қоймады. Ол ішкілікке салынып, жұмысқа бармай қоятынды шығарды. Баламыз жоқ. Арпалысқан өмір. Мәні жоқ, мағынасы жоқ. Менің осылай жүргенімді анам естіген болатын. Ешкімнің сөзіне қарамай, берекеті жоқ үйде саған өмір жоқ. Қашанғы қор болып жүре бересің. Енді ол үйге аяқ баспайсың, деп мені сүйрелей ол үйден алып кетті. Бір сөзбен айтқанда, жолдасым араққа салынып кеткенде біраз емдетіп едім. Бәрібір болмады. Мен ұратынды шығарды. Кім көрінгеннен қызғанады. Бұл сынаққа шыдадым, қиындыққа төздім. Мені анам алып кеткенде қиын болды. Тағы күйзеліске түсіп, 1 апта төсек тартып жаттым. Жаным ауырды. Мен ол үйден кеткен соң, анасы Дәуренге өз отбасына қосайын дегенде, Дәурен көнбепті. Мені анам алып бара жатқанда, енем үндемей, іштей қуанып тұрды. Мен сездім. Мені енем әу бастан ұнатпап еді. Кеткеніме қатты қуаныпты. Арада біраз күндер өтіп, оқуымды аяқтап, дипломымды алып, сол баяғы перзентханаға мейірбике болып жұмысқа тұрдым. Сол жұмыста жүргенде бір жігітпен таныстым. Отбасынан ажырасқан, 2 баласы бар. Балалары анасымен кеткен. Ол жігітпен ұзақ жүрмей, бір отбасы болуға келісім беріп, екеуміз отау құрдық. Себебі мен жалғыздықтан, күйзелістен шаршап кеттім. Айтпақшы, Дәурен мені жиі іздеп үйге келеді. Анам мені Дәуренмен қайта қосылуға жібермеді. Анам шарт қойды. Егер Дәуренмен кетсен, мені өмір бақи көрмейсің. Сендей қызым бар екенін ұмытамын, деді. Анамның сөзінен аса алмай, еріксіз Дәуренмен бір болудан бас тарттым. 2 рет тұрмысқа шыққансын бала көтеріп, ұл босандым. Ол бала аурушан болды. 11 жасында Алла менен тағы алып кетті. Мен үшін ең қиын сәт еді. Тағы баламнан айырылдым. Әрбір ананың жүрегін жаралайтын қиын сәт. Қайғырумен әр күнім өтіп жатты. Аллаға мыңда бір шүкір. 2 жолдасым жақсы адам болатын еді. Ата-енем, қайын жұртым, Аллаға шүкір, өте жақсы адамдар еді. Өткен бір қателігімнің кесірінен әр жыл сайын туған балаларымды жер қойнауына беріп отырдым. Осыдан кейін менің жағдайымды елестетудің өзі қиын. Жан жарамды түсінген 2 күйеуім бала асырап алуға ұсыныс жасады. Қазіргі таңда асырап алған 10 жастағы қызым мен 4 жастағы ұлым бар. Тәп-тәтті, Аллаға шүкір. Менің айтайын дегенім, жас кезімдегі қателігімнен біраз азап шектім. Дәрігерлер енді бала туа алмайтынымды айтқанда жаман қиналдым.
шын сүйгенін өтеуі мен үшін тым қымбат болды. Мен сол перзентханада, сол бөлімшеде аға мейірбике қызметінде әлі жұмыс жасаймын. Бәрі жақсы, тек перзенттерім қара жердің құшағында жатқаны өзегімді өртейді. Алғашқы махаббатым Дәурен ана өмірге кеткелі 1 жылдан асты. Бірінші әйелімен кеткен баласы ер азамат болып, әкесін жерлеп, өз міндетін атқарыпты. Мен бара алмай, іштей жылап қоштастым. Жастарға айтпағым, мен сияқты сорғап, жапа шегіп қалмасын деген оймен өткен өмірімді жаздым. Бейкүнә сәбидің киесіне қалмаңыздаршы. Осы әңгімеден сәл де болса сабақ алса деген оймен жан сырымды ақтардым. Авторы Айдана Істілеуова.